Саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздер білесіздер, мектебімізде 16 қараша мен 20 қараша аралығында әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау апталығы өз жұмысын қашықтан ұйымдастырған болатын. Жарайсыңдар балалар. Сіздер барлық тапсырмаларды өте жоғары деңгейде орындадыңыздар. Қазір сіздермен бірге апта бойы жасалған жұмыстарды тамашалаймыз. Шынықсаң шымыр боласың. Балдәурен көктем, асығып жеткен шағала күндер. Базарлы маусым, шырқалған даусым, тамсанып әсер. Балауса бағым, көкмайсан шалғын, барады күндер. Тербеліп биге, жайқалып билеп, ән салып әсер. Балдәурен, бақытты ән дәурен. Келеді, қанатың самғаумен. Көңілдің ашырып ақ буын. Балауса, балбұлақ балдәурен. Жаныңа жылы, жүрекке ыстық, көңілі сұлу. Тояма көзің, балдәурен кезің, бақыт ау бақыт. Далаңдай дархан, тауыңдай биік, өмірге сұлу. Тояма көзің, айтшы сен өзің, уақыт ау уақыт. Балдәурен, бақытты ән дәурен. Келеді, қанатың самғаумен. Көңілдің ұшырып ақ қуын. Балауса, балбұлақ балдәурен. Бақытты ән дәурен. Келеді, қанатың самғаумен. Көңілдің ұшырып ақ буын. Балауса, балбұлақ балдәурен. Балдәурен, бақытты ән дәурен. Келеді. Молодец. Олардың арызын тыңдауға шыққан қала атқамінерлері министрлікпен ақылдасып шешпесек, біздің қолымызда билік жоқ деген сыртқы жауаппен шығарып салды. Медицина қызметкерлері амалсыз президенттің атына үндеу айтты. Почему нету справедливости? Почему медики выпрашивают свои... Жоқ олай емес. Шығыс Қазақстан облысының Енді теріс қарады. қызыл аймақтан қалайша шығару керектігін әлі шешпеген сияқты. Бүгін брифинг өткізген мамандар нақты іс-шаралар жоспарын ұсынған жоқ.
Жақындат. Ар жағын. Коронавирусқа қарсы күрес ведомствоаралық кеңесі бірқатар жеңілдету шараларын да жүргізді. 23 қарашадан бастап клиникалық қызмет көрсету орталықтары, тұрмыстық техника, аяқ киім, химиялық тазалау орталықтары сияқты қызмет көрсету орындарының жұмыс уақытын алынған үйдің мекен-жайын Қоңыркөлден анықтады. Елбасы 5 балалы жанұяға Алматы маңынан 5 бөлмелі баспана бұйырды. 5 баланың несібесі Кадыртанда алған үйіміз 5 бөлмелі, 5 баласына. Одан басқа Кадыртандағы салтанат әкеміз өзі үш жерде біреудің несінде квартирада тұрса, ертең күні ана үйдің қасында 4 бөлмелі, яғни 2 хозяин тұратындай тағы да квартира ұстауға болатындай бөлмелері бар. Бұл харекет қайырымдылық қорының мұқтаж отбасыларға тарту еткен 330-шы баспанасы. Қазір қор күн сайын бір мұқтаж отбасына қуантуда. Ирина Серчанова, Зауқайыр, Телефонды, Алматы. Аш. Все разрабатываем руки. Все разрабатываем плечи. Крыла лечим. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы делать веселее. Солнышко лучи скорее, любим скакать. Солнышко на облачко летать. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Сау болыңыздар оқушылар. Барлықтарыңызға осындай көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Назарларыңызға рахмет.